Сәлем достар, бүгін мен сіздерге роддомға керекті нақты заттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Ең алдымен бізге біріншіден осындай одноразовый бізге сумка керек болады. Қазіргі таңда ешқандай пакетпен родзалда роддомға яғни қабылдамайды. Соны ескере кетейік міндетті түрде. Және де кеттік. Бұл одноразовый сумка өзі үш комплекті тұрады. Осындай кішкентай заттар салатын және де баланың заттарын салатын заттарын қазір ашып көрсететін боламын сіздерге. Кеттік. Ең алдымен бізге өзімізге не керек? Әйел адамға ең алдымен осындай киімдер керек болады. Сорочка және де іш киім керек болады міндетті түрде. Және де бізге осындай тапочка керек болады, яғни осындай резиновый тапочка керек болады, және де липешка деген сияқты керек болады. Бір-бірден алсаңыздар жарайды, тек қана үйде, мысалы, сосын және де қалап керек болады өзіңізге. Және де бізге осындай зунипас, щетка деген сияқты заттар міндетті түрде керек болады өзіңізге. Керекті заттар, косметика деген заттардың барлығын осы затқа саласыз. Резинка, сосын міндетті түрде маска керек болады. Бізде маска міндетті түрде сұрайды. Және де осындай ола керек болады. Оланы сізге өз қалауларыңыз бойынша аласыздар. Әркімнің организміне байланысты. Мен де оланы осындай түрін пайдаланамын, өте ыңғайлы. Және де осы родзалда бізге осындай взрослый памперстер сұрап жатады. Взрослый памперстер бізде қабылдамайды демей ақ қояйын. Бізде взрослый памперсті бізде пайдаланбайды. Оны алып керек емес. Сізге осы ола міндетті түрде керек болады. Осыны көбіне осыны қолданады. Және де іш киім керек болады ол міндетті түрде өзіңізге. Және де енді бумага керек болады өзіңізге. Влажный салфетка және де мынандай салфетка керек болады міндетті түрде. Родзалға да осы керек болады. Және де родзалдан шыққаннан кейін де осы салфетка сізге міндетті түрде керек болады. Влажный салфетка керек болады және влажный салфетканың нолепка түрін аласыздар. Яғни баланы аллергия тудырмайтын сондай түрін аласыздар. Және де әйел адамға осындай грудка керек болады бастапқысында. Мысалы, ең алғаш рет баланы босанайын деп жатқан кезде ол қатты керек емес, ал сіз өзі екінші, үшінші бала туған кезде осы керек болады. Себебі бізде омырауымызда автоматты түрде сүт шығатындықтан бізде мысалы жаңа туылған сәби сүтті бірден тойып іше алмайтындықтан осы бізге көмектеседі, яғни біздің липешкамызды, бюстгальтерімізді бүлдірмеу мақсатында. Және де бізге осындай одноразовый не керек болады? Пеленка, яғни бізде родзалда жататын кроватьтің үстіне төсейді. Одноразовый, бұлар бір пайдаланғаннан кейін лақтырып тастайды. Бізде мұндай осындай готовый дайындар ішінде үшеу салып қояды. Біреуін балаңыздың астына салады, екіншісін өзіңізге салады. Мынадай. Негізі көк свет болу керек еді, қазір заводский осындай шығып жатыр. Осындай. Және де бізде әйел адамға бізде сосын 5 литрлік су керек болады, және де өзінің тамақ ішетін бокалыңыз, стаканыңыз керек болады міндетті түрде. Және де сырт киімдеріңізді барлығын беріп жүресіздер. Оны міндетті түрде алып кетеді, одан кейін оны артына алдыртасыздар. Және ендігі кезекте сәбиімізге ең бірінші памперс керек болады. Памперс нөлеп қалып керек емес. Осындай бірлік памперс алсаңыздар да болады, себебі 3 килодан жоғары балдарда осы бірлік памперсті қолданады. Ал андай недоношенный туылған балдарға енді нөлепканы алады. Ендігі кезекте бізде баланы заттарды бөлек салып қоясыздар. Және де оны алдын ала баланың киімін жуып, үй жағдайында жуып дайындап апарасыздар. Бізде баланың басына мен өзім міндетті түрде осындай ортопедический жастық алып барамын. Осы жастықтың жасалу жолы менің YouTube каналымда бар, көрсеңіздер болады. Өздерің жасасаңыздар болады. Осындай жұмсақ ортопедический
Бізде балаға киімдері керек болады. Мен екеуден алып барамын. Ең біріншісі ол ит көйлек деп айтылады. Ең бірінші бала туылғаннан кейін үсті қанша деймін лас болады. Сондықтан ең біріншісіне осы ит көйлекті кигіземіз. Одан кейін баланың үстін жайлап сүрткеннен кейін ит көйлек осындай материал осындай болады. Мен ішінде ЧСР материал алдым. Бұл енді комплектте жүреді бас киімімен, және де осындай бізде полный барлығы жабық тұрады. Және де сосын нәски керек болады. Одан кейін былай комнатқа шыққаннан кейін балаңыздың үстін ауыстырып осындай хавышный материалдан кигізе берсеңіздер болады. Бұл да комплектте келеді. Міндетті түрде мынадай ішінде баланың белін кіндігін орайтын осындай болған абзал. Себебі өте пайдалы болады. Себебі баланың памперсін асырғанда ішіне жел қарысуы мүмкін. Бұл да бас киіммен, қолғабымен барлығы комплектте жүреді. Және де бізде балаға шыққаннан кейін пеленка керек болады. Бізде мұнда байковый пеленка алдым. Біреу керек болады. Міндетті түрде бастапқысына баланы орауға. Себебі киімнің сыртынан бір орайды. Одан кейін комнатқа шыққаннан кейін осындай пеленкалар керек болады. Мен мұнда пеленка 3. Негізі пеленкадан 2 алсаңыздар жарайды. Бамбуковый, хавышный, простой материалы баланың қышытпайтын сондай түрін алады. Және де аберлоктанған түрін міндетті түрде алуды ұмытпаңыздар. Және де балаға бізге міндетті түрде крем керек болады. Көбіне қазір неше түрлі кремдер бар. Бірақ мен сіздерге ұсынамын осы суды кремді. Осы суды крем өте керемет. Яғни балада кейде босанғаннан кейін сарғыштық пайда болады, қызару пайда болған кезде осы жақсы кетіреді. Осыны алсаңыздар, советую сіздерге, себебі бұл ұзаққа жетеді, өте көп ұзаққа альтернативасын ала бермейсіздер. Және де ешқандай аллергиясыз барлық баланың көзіне барады. Өте керемет. Мен де өзімде бірінші қызымда осыны пайдаландым. Қызарғанды бірден басады. Келесі күні қызарған кетіп жатады. Осыны сіздерге ұсынамын. Көрсетіп қояйыншы сізге. Және де балада бізді міндетті түрде айтады, үйлеріңізден қызу өлшейтін алып келіңіздер деп қақылдап. Міндетті түрде қызу өлшейтін керек болады, себебі баланың қызуы қалыпты болғанша сіз баланың қызуын міндетті түрде өзіңіз өзі қарап отыру керек. Медсестра, яғни акушерлер келіп сізді әлсінасын келіп қарап тексеріп отырмайды. Сондықтан өзіңізде жеке болғаны абзалырақ. Және де бізде мен міндетті түрде осындай бутылка алдын ала алып алдым. Себебі бала әйел адам бірінші босанарында омырауына сүт шықпай қиналып жатқан жағдайда негізі родзалда осылай кішкене смес құйып баланы енді қарны ашып жылайды ғой, сондықтан осы керек болады бутылка міндетті түрде. Алып қойғандарыңыз жақсы, бірге алып жүргендеріңіз абзалырақ. Және де міндетті түрде соска керек болады. Өз басым балаға осылай соскамен үйретемін, себебі бірден омырауы үлгермей жатқандықтан осылай соскаға бірінші үлгертем. Сосканы бірінші берем, сол кезде барып омырау алады балада. Міне осындай заттар керек болады міндетті түрде. Міне осы 3 комплекті деп айтқаным осы. Және де қосымша енді өзіңізге міндетті түрде тамағыңыз керек болады, және де 5 литрлік су керек болады міндетті түрде өзіңізге. Осы заттар керек болады сізге міндетті түрде. Басқа заттар алып керек емес, яғни қазіргі шығып жатқан міндетті түрде тек осы заттар керек болады. Ең керекті самый заттардың барлығы осы. Мынаны көрсетейін, міне осы заттар керек болады міндетті түрде. Басқа артық зат алып қажет емес. Міне осы заттарыңыз болса, сіз 2 күндік роддомда осы затпен шыға аласыз. Памперсті міндетті түрде осы пачкасымен алып кеткендеріңіз абзалырақ, потому что бала туылғаннан кейін жалпы 15 минут сайын
басында оның дәреті қара болады, осы дәрет кеткенше осылай памперс ауыстырып отырасыз. Сол кезде міндетті түрде керек болады осылар. Міне қарап жазып алсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Бұл менің өзімнің тұжырымдамамдағы, яғни өзім жалпы басынан өткенде керек заттарының тізімі десем болады. Бастапқы бірінші балады 40 зат алғанмын, бірақ бәрін бостандыққа сүйреп алып келдім үйге. Сондықтан тек қана осы заттар керегін мен уже түсіндім. Рахмет, видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да лайфхактармен және де сабын жасауды нөлден бастап мен үйрететін боламын. Тегін мастер-классым бар. Көрсеңіздер болады. Жоғары жаққа ссылкасын тастап кетемін. Рахмет, сау болыңыздар.